Алланың нығметі қайсы? Қайсы ол Алланың нығметі? Иә, денсаулық нығмет, мол байлық нығмет, бала шаға нығмет. Азды көпті өмір сүрдіңіз, ол да нығмет. Бірақ ше, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан әдемі сөз бар. Міне қазір жігіттер отыр. Талмай, шаршамай дүние іздеумен әлек. Бірақ пайғамбарымыздың сөзі бар. Егер мынау дүние Алланың құзырында бір шыбынның қанатындай қадірлі болса, кәпір адам бір құлтымда су ішпеседі деген екен. Егер сол қадірлі болса, қадірі жоқ болғаннан кейін Құдайды танымайтын қанша адам белшесінен батып жүр дүниеге. Өйткені ол дүниенің Алланың алдында бір тиынға қадірі жоқ. Бір тиынға қадірі жоқ. Адам ол ақша табу үшін келмеді. Ертең өлгенде сол дүниеңізді алып кетпейсіз.